Қаламызда ұлт құндылықтарын насихаттауға бағытталған ұлттық күнтізбенің тұсауы кесілді. Этнограф Нұржан Сұршаулы 2012 жылдан бастап ұлттық мұра жөніндегі кітаптар сериясы жобасын қолға алып, 20-ға тарта танымдық материал шығарыпты. Осы негізде автор ұлттық мерекелер белгіленген күнтізбе әзірлеген. Ұлттық күнтізбе және ұлт мұрасын насихаттау мәселелері Жайық Бектұров атындағы кітапханасында дөңгелек үстелде талқыланды. Күнтізбені жергілікті этнограф Нұржан Сұршаулы ұсынды. Автордың пікірінше күнтізбеде халқымыздың ежелден қалыптасқан дәстүрі мен өнегелі мәдениеті ескерілген. Атап айтқанда күнтізбеде туған жер күні, бата беру күні, қазақ өнері күні сияқты 20-дан астам атаулы мереке белгіленген. Мұндағы мақсат той тойлау емес, қазақтың ежелден келе жатқан бай мәдениетін ғылыми негіздеп ел ішіне насихаттау. Күнтізбе негізінде жұмыс жоспары жасалатын болады алдағы уақытта. Содан кейін жыл сайын, ай сайын кәдімгідей белгілі бір нақты осындай тәрбиелік мәні бар шаралар өткізіліп отыратын болады. Негізгі мақсат, жалпы серияның мақсаты жастарға ұлттық құндылықтарды қолжетімді ету, насихаттау, содан кейін осы ұлттық құндылықтар негізінде жаңағы патриоттық тәрбие беру. Дөңгелек үстелге қатысқан қонақтар маңызы терең атаулы күндерді жыл мезгіліне орай үйлестіру қажеттігін атап өтті. Сондай-ақ ертеден ел ішінде аталып өтіп келе жатқан қымыз мұрындық сияқты қазақтың төл мерекелері де ұлттық күнтізбеге енгізілсе деген ұсыныстарын айтты. Қазақ тілі қоғамының облыстық филиалының төрағасы Темірғали Көкетаевтың айтуынша, ұлттық күнтізбенің қолданысқа енуі қазақтың төл мәдениетін түсінуге, зерттеуге жол ашады. Анау кітаптар сериясы, қазір 20 шақты кітап сериясы шықты. Соны оқып шыққан адам шын көңілімен, шын ниетімен танысқан адам қазақ халқының құндылықтарын түсінеді, біледі. Сондықтан мұны әрі қарай жұмысты кеңінен жүргізуге бүгінгі отырысымыздың, бүгінгі жиналысымыз соның бастамасы болуы керек. Дөңгелек үстелге жергілікті ғалымдар, ұлт жанашырлары қатысты. Жиын барысында қазақ халқының мұрасы кітаптар сериясы мен қазақ тілі қоғамының облыстық филиалы өзара бірлесіп жұмыс жасау жөніндегі меморандумға қол қоя отырып, жұмыс жүргізетіндер жайлы келісті. Алдағы уақытта кітаптар сериясы бірлестігі жастарды үймен қамту жобасында қолға алуды жоспарлап отыр. Кейінгі кезде ел ішіндегі даңғаза бәсеке тойлар мен текке шығынға ұшырататын ас беруден гөрі бай салт дәстүрімізді насихаттаған пайдалы болар еді дейді жиналған қауым. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.